Әтеш пен күшік ертегісі. Жаңбырдан қалған көлшіктен бір айдарлы әтеш су ішіп тұр екен. Оны сырттай бақылап тұрған сол үйдің күшігі жақындап: «Осы сенің су ішкеніңе мен қатты қызығамын. Өйткені сен судың бір тамшысын аузыңа апарасың да, басыңды көкке көтеріп, көзіңді жұмасың. Мұның мәнісі не? Маған түсіндірші», деп өтініпті. Сонда әтеш мақтанып: «Кукареку!» деп бір ышқынып, қанатын қағып алды да, оның себебін былай дейді, қоқақтанып: «Бір тамшы су ішсем де, соған шүкірлік етемін. Көзімді жұмсам, барына рахаттанамын. Барыңды қанағат қылып, күн көресің жарап жатса, одан басқа не керек?» депті. Күшік ұялғаннан не айтарын білмей, үйшігіне зып етіп кіріп кетті де бүк түсіп жатып қалды.